Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі Қазақстан тарих пәнінен өтетін тақырыбымыз Ыбырай Алтынсарин жаңашыл педагог. Зерттеу сұрағы Ыбырай Алтынсариннің халық ағарту саласындағы жаңашылдығы неден байқалады? Сабақтың мақсаты: сабақ барысында сіздер Ыбырай Алтынсарин өмірі мен еңбек жолы, шығармашылық мұрасы мен ағартушылық қызметі жайында білесіздер. Ең алдымен балалар білімнен сайтын қолданып, Ыбырай Алтынсарин жаңашыл педагог атты бейне материал көретін боламыз. Ыбырай Алтынсарин кім? Ол қандай қызметтерде болған? Ыбырай Алтынсариннің күшімен қандай мектептер ашылды? Қазақ мектептеріне арналған қандай оқу құралын жазған? Сұрақтарға жауап берейік. Ыбырай Алтынсарин кім? Ыбырай Алтынсарин ағарту ісімен қазақ мектебінің тарихында өшпес із қалдырған қайраткер. Кел балалар оқылық деп, қазақ балаларын білім алуға шақырып, тұңғыш мектеп салып, оқулықтар жазумен айналысқан ағартушы. Ыбырай қандай қызметтерде болған? Ыбырай қазіргі Қостанай облысында дүниеге келген. Әкесі ерте қайтыс болып, атасы Балғожа бидің қолында тәрбиеленеді. Мектепті бітіргеннен кейін 3 жылдай атасының қол астында кеңсе қызметкері, одан кейін Орынбор басқармасында тілмаш болып жұмыс істеді. 1860 жылы облыстық басқарма тарапынан Ыбырайға Орынбор басқармасына Торғай қазақ балалар үшін бастауыш мектеп ашу тапсырылды. Ыбырай осы мектепке орыс тілінің мұғалімі болып тағайындалды. Ыбырай Алтынсариннің күшімен қандай мектептер ашылды? Ағартушылық идеяларымен жігерленген Ыбырай қазақ ауылдарын аралап, халыққа білім алудың мәнін түсіндірді. Қазақ жұртшылығынан қаражат жинастырып, мектеп үйін салуға кірісті. Оның ұйымдастыруымен салынған жаңа мектептің ашылу салтанаты 1864 жылы 8 қаңтарда болды. Бұл мектепте алғашқыда 14 бала білім алып, мектеп жанынан балалар жатып оқитын интернат ашылды. 1884 жылы Ыбырай Алтынсариннің басшылығымен Қостанайда 2 сыныптық орыс қазақ училищесі ашылды. Сондай-ақ Ыбырай Алтынсарин жергілікті халық арасынан мамандар даярлауға ерекше көңіл бөліп, қолөнер және ауыл шаруашылық училищелерін ашу үшін көп күш жігер жұмсады. Ыбырай Алтынсариннің күшімен 1887 жылы Ырғызда қыздар училищесі ашылды. 1890 жылдары орыс қазақ қыздар училищелері Торғайда, Қостанайда, Қарабұтақта, Ақтөбеде жұмыс істей бастады. 1896 жылға қарай бұл оқу орындарында 211 қыз, соның ішінде 70 қазақ қызы білім алды. Сонымен қатар Ыбырай Алтынсариннің бастауымен Қазақстанда орталық училищелер ашылды. Ыбырайдың өзі Торғай облысындағы қазақ ауылдарын аралап, халықтан қаржы жинап, Ырғыз, Николаевск, Торғай және Илецк уездерінде 2 кластық орыс қазақ училищелерін ашты. Училищелерге мұғалімдер мен оқушыларды тарту жұмыстарымен де айналысты. Ыбырай Алтынсарин қазақ мектептеріне арналған қандай оқу құралын жазған? Ыбырай Алтынсариннің өзі орыс қазақ мектептерінің оқушыларына арнап, оқу құралдарын жазды. Бұл оқу құралдары білім алушы жастарға үлкен көмекші құрал болды. Олар қырғыз қазақ хрестоматиясы және қырғыздардың, қазақтардың орыс тілін үйренуіне бастапқы нұсқау деп аталды. Ат өнері білінбес, бәйгеге түсіп жарыспай. Желкілдеп шыққан көк шөптей, жаңа өспірім достарым, қатарың кетті-ау алысқай, ұмтылыңыз қалыспай. Біз надан боп өсірдік, ектегі сақалды, өнер жігіт көркі деп, ескермедік мақалды. Біз болмасақ сіз барсыз, үміт еткен достарым, сіздерге бердім батамды. Осылайша қазақ даласындағы кәсіби мектепте мұғалім атанған тұңғыш қазақ педагогі Ыбырай атамыз жас ұрпақты білім алуға шақырып, батасын берді. Қазақстанда білім беру саласында еңбегі сіңген ұстаздарды Ыбырай Алтынсарин төс белгісімен марапаттау белгіленген. Төс белгіге ағарту саласына қосқан зор үлесі үшін алғашқы ұстаз ретінде құрметтелетін Ыбырай Алтынсариннің дара жолы үлгі болсын деген мақсатта оның бейнесі таңдалған.
Балалар, біз бейне материалды көріп аяқтадық. Енді қысқаша конспект оқисыздар. Балалар, қысқаша конспектті оқып болсақ, бірінші тапсырмамызды орындайық. Бірінші тапсырма, балалар, хронология кестені ыбырай өмір жолмен байланыстыра толтырыңыздар. Көрген бейне материалыңызды және оқыған қысқаша конспектіңізді пайдалана отырып орындаңыздар. Бірінші тапсырмамызды орындап болсақ, балалар, екінші тапсырмамызды орындайық. Екінші тапсырма, ақпараттың ақиқат немесе жалған екенін анықта. Міне, балалар, бізде Ыбырай Алтынсарин өміріне байланысты 4 мәлімет берілген. Сол 4 мәліметтің қайсысы ақиқат немесе жалған екенін анықтайсыздар. Сонымен, балалар, бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.